Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін сіздерге керемет видео ұсынғым келіп тұр. Орамалға оңай келу жолдары. Орамал таққым келеді, бірақ ата-анам, күйеуім, жақындарым, қоғам қарсы деген көптеген осындай қорқыныштар болады, негативтер болады. Мен қалай орамалға келдім? Менің орамалға келуім үшін жолдасым себепкер болды, және де ол маған орамалдың барлық пайдасын түсіндіріп берді. Және де ең маңыздысы, әйел адам үшін өзінің сұлулығын өзінің күйеуіне арнау керек. Күйеуіңізге сұлулығыңызды арнасаңыз, иншалла ол сізге сауап болады. Бірақ көшедегі бөгде ер адамдар сіздің сұлулығыңызды көретін болса, ол керісінше күнә болады. Сондықтан жалпы орамал тағу Алланың үлкен нығметі екенін түсіну өте маңызды. Және де орамалға келген соң сынақ міндетті түрде болады, және де оны норма деп қабылдай білу керек. Өйткені жалпы кез келген сынақ ол сіздің өсуіңіз үшін беріледі, және де қорқыныштар болады, бірақ ол қорқыныш болмас үшін сізге міндетті түрде білім алу керек. Өйткені қорқыныш ол білімсіздіктен. Аллаға тәуекел ету керек. Аллаға тәуекел ету үшін ең алдымен сіз шынайы ниетіңізді анықтаңыз. Орамал таққандағы сіздің шынайы ниетіңіз қандай, кім үшін тағайын деп жатырсыз, не үшін тағайын деп жатырсыз, және де орамалдың пайдасын түсіну керек. Орамал тарту парыз, және де ол әйел адамдардың орамал тартуы ол ер кісілердің сақал өсіруінен де үлкен парыз болып табылады. Орамал мұсылман әйелдерге жаратқанның сыйға тартқан ең қымбат сыйы. Алла тағала Ахзаб сүресінің 59 аятында: «Әй пайғамбар, жұбайларыңа, қыздарыңа және мүмін әйелдерге айт, үйлерінен шығатын болса, үстеріне жілбабын, яғни жамылғысын жапсын» дейді. Және де Абу Хурайрадан жеткен хадисте: «Мен көрмеген тозақлардың екі түрі бар. Қолдарында сиырдың құйрықтары сияқты қамшыларымен адамдарды ұратын кісілер, және де бұзылуға бейім, әрі басқаларды да бұзуға дайын, шаштары түйелердің өркештері сияқты, үстерінде киімдері болғанмен жалаңаш әйелдер. Олар жәннатқа кірмейді, оның иісін де сезбейді, ал оның иісі өте алыс жерден сезіліп тұрады» дейді. Сондықтан қыздар, орамал тағу ол өте маңызды. Әуретіңізді жауып жүру өте маңызды. Жалпы орамалдың денсаулыққа пайдасы жайлы қазіргі зайырлы қоғам ғалымдары да және дәрігерлері де, психологтары да барлығы бір ауыздан айтып жатыр. Яғни дәрігерлер теріні күн сәулесінің зиянынан қорғап, кез келген ауа ағымы денені салқындата алатындай табиғи таза матадан тігілген, денені тарылтпайтын киім таңдауға кеңес береді. Себебі тар киім денені ысытып жібереді. Және де қыздар, жалпы күн астында жалаңаш жүру ол мына көптеген ауруларға апарады екен. Ол жаңағыдай гипертермия дейді, және де температураның өсуі, қызыну, давлениенің көтерілуі, яғни сондай көптеген ауруларға апарады екен. Дәрігерлер сондықтан барынша кең киім киюге және сапасы жақсы, матасы жақсы киім киюге кеңес береді. Мысалы, мен де күн ыстық кезде кең, ұзын киім киіп жүргенде маған сондай сұрақтар қойып жатады: сен андағы киіммен ыстықтамайсың ба деген сияқты. Бірақ бір таңғаларлық нәрсе, керісінше әуретті жабатын ұзын кең киім киген кезде мен ешқашан ыстықтамаймын. Алланың өзінің сондай бір керемет жаратылысы, мен ыстықтамайды екенмін. Және де көбінесе орамал тағатын қыздардан да естіп жатамын, олар да дәл соны айтады. Дәрігер диетолог Надежда Мельничук барлық әйел қауымына, мұсылман әйелдерінен үлгі алуды ұсынады. Ыстық күнде шешініп жүруді тіпті ойға алмаңыз. Одан да Араб әмірлігі тұрғындарынан үлгі алуыңыз қажет. Киім денені толығымен жапқаны дұрыс, дейді ол. Сонымен бірге ыстық күндері адам басына міндетті түрде бас киім, кепеш, панама, қалпақ
киіп үшкіл орамал тағып жүру тиіс. Егер адамның басы қызатын болса, онда күн өтуі де әбден мүмкін дейді. Егер әйел атаулы барынша жабық, ұяң қалпын сақтап киінер болса, бұл қоғам үшін де пайдалы болмақ. Әйелдер өзге еркекті азғыруын тоқтатса, қоғамда некесіз қарым-қатынас, отбасылық өмірде кезігетін көзге шөп салу, ажырасу дерттері азайып, жанұя беріктігі сақталар еді. Табиғатынан нәзік әйел баласы нәпсі құмар еркектерден, олардың тарапынан ерсі қалжың мен қырындауларынан да қорғалған болар еді. Ер адамдар да бұдан кейін әйелді тек нәпсісін тойдыратын құмарлық объектісі деп қана қарамай, оны жеке тұлға ретінде құрметтеп сыйлай бастайды. Жалпы осы нәрсені де менің жолдасым маған бастапқы кезде айтқан болатын. Әйел адам әуретін жабу өте маңызды. Орамал тағатын қыздарға өзге ер адамдар ешқандай сөз айтпайды деп еді. Шын мәнінде осы күнге дейін Аллаға сансыз шүкір, орамал таққаннан кейін ешқандай ондай сөздер, әрекеттер және де өзге адамдардың көзқарасын байқаған емеспін. Сондықтан барлық қыздарға орамалға келуге шынайы жүрекпен кеңес беремін. Сынақтар болса, видеоның астына жазсаңыз болады, қандай сынақ болып жатыр, қалай өтудесіз ол сынақтан деген сияқты. Сондықтан мен де сіздерге барынша жылы лебізімді, қолдауымды білдіруге дайынмын. Сіздермен болған Нұрбибі Серікқызы. Ассаляму алейкум.